Сәлем баршаларыңызға. Бүгінгі менің қозғайын деп отқан тақырыбым телефоннан қалай жадыны тазалаймыз, памятті қалай тазалаймыз. Ол не үшін керек? Сіздің телефоныңызда память төмен болатын болса, мысалға 32 гигабайт, 16 гигабайттық встроенный флешкамен болатын болса, сізде память часто жиі толып қалатын болады. Соны қалай тазалаймыз? Ол өйткені толып қалған кезде білесіздер, сіздің соткаңыз зависать етеді, бір нәрселерді ашқан кезде қатып қалады, сондай проблемалар кездеседі. Соны қалай тазалаймыз, сол туралы айтатын болам. Ең бастысы менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Енді ең бірінші тазалау үшін мынандай соткаңызға ішіне барған кезде очистка деген болады, сіздерде немесе пустой папка тұрады. Өзінің встроенный сотканың ішінде осындай программа бар. Бұл жерде өстіп ашқан кезде файлы данныйдың ішінде қарайсыздар, WhatsApp дегеннің ішіне кіріп, галочканы алып тастай салу керек. Егер сіз WhatsAppта сообщенияларыңыз, құнды сообщенияларыңыз болатын болса, осы жерден қорқатын болсаңыз алып тастай салуыңызға болады. Қалған нәрселерді сообщениялар кетпейді, сондықтан очистить деп басамыз. Міне осы жерде менде тазаланды, көрдіңіздер. 539 мегабайт менде тазаланды. Енді бізге бұл керек емес. Керек емес болғанда бұл қатты көмектеспейді сіздерге. Сізде бірақ сонда да бұны тазалағаннан кейін де памятіңіз толып кететін болады. Енді не істейміз? Мынандай өте керемет приложение бар. Бірінші Play Marketке өтесіздер. Play Marketке өтесіздер де анализатор дисков деп жазасыздар. Анализатор дисков деп. Бірінші анализатор дисков облачный хранилище CD карт, USB деген осы приложениені орнатасыздар. Мен орнатып алғанмын, өзіме открыть деп басасыздар. Енді осы жерде қарайсыздар. Общий объем 118 гигабайт дейді, свободно 61 дейді. Жаңа тазаладым, жазып қояйын, примерно 61. Көрдіңіздер, менде 128 гигабайттық, менде қазір 61 бос. Сіздерде төмен болуы мүмкін, осы жерде толып қалады. Сонда не істейсіздер? Мына жерге кіріп, категория файлов деп кіріп, прочені басып, осы жерден қарап отырып, әрқайсысына кіріп отырып, удаление жасасаңыздар болады. Егер жақсы файлдармен, форматтармен жақсы жұмыс істей алсаңыз, өзіңізден осы жерден керек. Көрдіңіздер мына жерде қанша файлдар, қанша барлығын көрсетіп тұр. Бірақ қорқатын болсаңыз, бір нәрсені удалить етіп аламын, құнды заттарым кетіп қалады дейтін болсаңыз, онда ең безопасный варианты қараңыздар, мен жаңа мой дискке барған кезде 61, свободно 61, занято 57 дейді. Енді быстрый поиск дегенге барасыздар. Осы быстрый поискке барасыздар, поискті басасыздар, осы жерге кэш деп жазасыздар. Ең безопасный варианты, ағылшыншаға қойайық. Қайтадан жазайық, кэш. Кэш дейсіздер де поискке береміз. Кэш, міне табылды, көрдіңіздер, мынада қанша кэштер. Сізде көп болуы мүмкін осы кэштер. Енді мен часто тазалап отырамын, сондықтан менде аз. Енді кез келген кэш деп шығады, одан қорықпай қойсаңыздар болады. Бұл системный файлдар, міне выбрать все деп басасыздар. Мына жерден жауып тастайық рекламаны. Қайтадан выбрать все. Мына жерде маған реклама мешать етіп жатыр. Не показывает это объявление, неинтересно. Сонда да шығып жатыр. Мынаны қалай алып тастаймыз, рекламаны мешать етіп жатыр. Қайтадан басамыз. Міне выбрать все деп таңдап аласыздар. Міне удалить дегенді басасыздар. Мынандай шығады, сізде окей дейсіз. Барлығын удалить етіп тастаймыз. Көрдіңіздер, бүкіл кэш, мусор файлдардың барлығын удалить етіп тастаңыздар. Ол кэштер, мусор файлдар, одан қорықпай қойсаңыздар болады. Екінші поискке жазамыз. Ол форматтың аты бізде блок деп аталады. Блок, поискке береміз. Міне блоктарда да өте қанша көп, мысалға ана жерде де қараңыздар, блоктардың барлығын удалить ете берсеңіздер, бұл галерея папкасына жауап береді. Сіз фото, видео файл, тағы да басқа нәрселермен жұмыс жасайсыз. Сол себептен часто жұмыс жасағаннан кейін суретке түсіресіз, оның барлығы толатын болады.
сол блов файлдардың барлығын удалить етсеңіздер болады. Мына жерде көрдіңіздер, менде қанша блов файлдар нарада көріп тұрсыздар. Соның барлығын удалить етіп жібереміз. Выбрать все дейміз, удалить дейміз. Окей дейміз. Көрдіңіздер, тазалады. Енді мой дискке барамыз. Енді жаңа менде 58 тұғын, 61 тұғын, көрдіңіздер, занято енді 53, менде 5 гигабайттай примерно босады. Сіздерде одан да көп босауы мүмкін. Өйткені осы уақытқа дейін қанша уақыт жұмыс жасап жүрсеңіз, сонша уақыт сізде толып кетуі мүмкін. Бұл блок файлдар, жаңағы кэш файлдар часто толып отырады. Айына или көп суретін болсаңыз, видео суретін болсаңыз, көп фотолармен жұмыс жасайтын болсаңыз, мультимедиалық файлдармен, сіз міндетті түрде осыны тазалап тұруға тырыс болады. Так, міне көрсетейін дегенім осы. Ең бастысы каналымызға жазылып, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Өйткені бұл өте керемет программа. Осыны қолдансаңыздар, соткілеріңіз шуылдап, шустыр жұмыс жасайтын болады. Сау болыңыздар, келесі сабақта кездескенше.